ковид кезінде вирус қой, адамдар емделе алмай қалды. Бүкіл дүниежүзі врачтар, дәрігер қосылған ғалымдар бар, бәрі ешкім емдей алмады. Тура сол сияқты вирустың гепатит Б, С, Д кезінде ол ем неге қиын? Өйткені вирустың оның салмағы да, өлшемі де өте кішкентай. Ол деген клетканың ішіне ядроның ішіндегі ДНК, РНК рибонуклеинд соған жабысып алады екен. Соған жабысқандықтан оған жәнегі вирусты кетіретін антипротивовирусный дәрілер уақытша олар капсулаға кіргізіп ананың ішінен шығара алмайды. Вирусқа ем жоқ. Өздеріңіз грипп болғанда қалай тек қана иммунитет капли бірдеңкелер қолданады, дұрыс па? Ол өйткені дәрі-дәрмектер үлкен молекула, ойдан тапқан дәрі-дәрмектер олар үлкен молекула, клетканың ішіне де бара алмайды. Мен всегда бәріне айтамын, панацея от всех заболеваний иммунитет, иммунная система, иммунная клетка. Әйтеуір ол ана вирус ішіне кірді ғой, тура солай шығаратын жолы бар да, оны тепе-теңдік айдап ішінен шығаратын бірден бір ол иммунитет. Сондықтан біздің протокол, біз ана вирусқа әсер етпейміз, ауруларға әсер етпейміз. Біздің мақсатымыз клетка, организмдегі 63 триллион клеткаларды қалпына келтіріп, соның ішінде иммунный клеткалар бар. Соларды қалпына келтіргенде иммунитетіңіз, клеткаларыңыз дұрыс